Мал алғың келді ма, тек қана ерік пен беріктің қорасынан аласың. Құс алғың келді ма, тек қана елдер мен мақсаттың қорасынан аласың деген ондай талап болмау керек. Бұл ауыл аманат деген әрине аты дардай жоба, каникулы бар, 2,5% арзан несие алып, кім кәсібін ашқысы келмейді, бірақ бұл жерде проблема шаш етектен. Мысалы үшін сол Алматы облысын алайық. Биыл 17-де 6 миллиард теңге бөлініп отыр, бірақ оны ақшаны біз қазір күзге дейін апарып созамыз. Ол шотқа түседі, бірақ күзге дейін жатады ол ақша. Неге? Бірінші кезекте жаңа СПК-да маман өте аз бізде, мыңдаған құжат жиналады. Ол айналдырғанда саусақпен саналайтын маман, оны шамасы жетпейді, ашықтап айту керек. Сондықтан олардың санын көбейтуіміз керек. Нақты мерзімін бекітуіміз керек қараудың. Өйткені бұл ауыл аманаты күзге арналған жоба деп жазылған жоқ қой ешқай жерде талап. Біз ақшаның бәрін күзге апарып игереміз. Екіншіден шаруалардың шағымы инструкцияда мына спецтехникаға байланысты. 9 миллионның айналасында қарастырылған, бірақ оған енді жаңа техника сатып алу қиын. Елдің барлығы енді кооперация құра бермейді ғой. Енді нарықтан қолданыстағы жағдайы жақсы буу дейміз ғой. Сонда техника алайын десе, ол инструкцияда жазылмаған жаңа 2015-тен жоғары болу керек деген талап. Енді соқасы бар, жақсы тырмасы бар техникалар әлдеқайда қымбат екенін білеміз. Сондықтан осы жағынан бір жеңілдік қарастырсақ. Және енді Алматы облысына байланысты бір сұрақ. Еңбекші қазақ, Кеген, Райымбек аудандарының тұрғындарын жиі айтатын шағымы, мал өсіруге ыңғайлы аймақ, бірақ мал сатып алайын десе, ол жерде талап бар. Тек қана Динара ранч, Адал сияқты фазенділердің ғана аласыңдар дейді. Мүмкін білмеймін, облыс малды асылдандырғысы келетін шығар. Халық қарсы емес, бірақ оның малдың санығын бағасы қымбат қой. Мен Динара ранчқа барып бір сиыр алғанша, нарықтан барып 2 сиыр алғым келеді дейді. Өйткені түбінде ақшаны қайтаратын өздері ғой. Содан еркіндік болу керек. Біз ақша бердік екен деп, мал алғың келді ма, тек қана ерік пен беріктің қорасынан аласың. Құс алғың келді ма, тек қана елдер мен мақсаттың қорасынан аласың деген ондай талап болмау керек. Халықта таңдау болу керек. Осы жағын ескерсеңіздер, бір лобби бар ма деп мен күдіктенемін осы жерде. Рахмет, назарға алсаңыздар жаңағы, белгіленген бір шаруалардан. Жақсы, рахмет.